Тұз, натрий хлориді біздің күнделікті тамағымызда қолданылатын маңызды өнімдердің бірі. Ол тағамға дәм беру үшін пайдаланылады және ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне қажетті минералды зат болып табылады. Бірақ тұзды пайдалану мөлшері мен жиілігі денсаулыққа қалай әсер ететініне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Тұздың пайдасы мен зияны туралы толық ақпаратты төменде қарастырамыз. Тұздың пайдасы. 1. Сұйықтық балансын сақтау. Тұз ағзадағы сұйықтықтың тепе-теңдігін ұстап тұру үшін маңызды. Ол жасушалардың ішіндегі және сыртындағы сұйықтық деңгейін реттейді, сонымен қатар қан қысымын қалыпты деңгейде сақтауға көмектеседі. 2. Жүйке жүйесінің жұмысын қолдау. Тұз құрамындағы натрий жүйке импульстарының берілуіне қатысады. Бұл жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді, соның ішінде бұлшықет қозғалыстар мен жүрек соғысын реттеуге көмектеседі. 3. Тамақтың дәмін жақсарту. Тұз тағамға дәм беру үшін кеңінен қолданылады. Бұл адамның тамақтануына деген қызығушылығын арттырады және ас қорытуды жеңілдетеді. 4. Қышқыл негіздік тепе-теңдікті сақтау. Тұз ағзадағы қышқыл негіздік тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Бұл дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін өте маңызды. 5. Қан қысымын реттеу. Кішкене мөлшерде тұз ағзадағы қан қысымының тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Бұл әсіресе денсаулығы жақсы адамдар үшін маңызды. Тұздың зияны. 1. Артық тұз тұтыну және гипертония, жоғары қан қысымы. Артық тұзды тұтыну қан қысымын көтеруге себеп болуы мүмкін. Бұл гипертония, жоғары қан қысымы ауруына әкеліп соқтыруы мүмкін. Гипертония жүрек аурулары мен инсульт сияқты ауыр аурулардың даму қаупін арттырады. 2. Бүйрекке салмақ түсіру. Көп тұзды тұтыну бүйректерге қосымша жүктеме түсіреді. Бүйрек тұзды ағзадан шығару үшін көп жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бұл оның функцияларын бұзуы мүмкін. 3. Су-тұз балансын бұзу. Тұздың көп мөлшері ағзада судың сақталуына ықпал етеді. Бұл ісінулерге, едемелерге және артық салмақтың жиналуына әкелуі мүмкін. 4. Асқазан мен ішек аурулары. Артық тұз асқазан мен ішектің шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Бұл гастрит немесе асқазан жарасы сияқты асқазан ішек ауруларына себеп болуы мүмкін. 5. Сүйек денсаулығына әсері. Жоғары тұзды тұтыну сүйек денсаулығына да теріс әсер етуі мүмкін. Бұл кальцийдің ағзадан көп мөлшерде шығарылуына әкеліп, сүйектердің әлсіреуіне, остеопорозға себеп болуы мүмкін. 6. Жүрек-қан тамырлары ауруларының қаупі. Көп тұзды тұтыну жүрек аурулары мен инсульттің даму қаупін арттырады. Ұзақ уақыт бойы тұзды көп тұтыну қан тамырларын зақымдап, жүрек жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Тұзды тұтынудың ұсынылатын мөлшері. Денсаулық сақтау ұйымдары тұзды тұтынудың ұсынылатын мөлшерін шектеуді ұсынады. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының СО мәліметтері бойынша ересек адамдарға күніне 5 граммнан 1 шай қасық артық тұз тұтынбау ұсынылады. Балалар үшін бұл мөлшер аз болуы тиіс. Тұзды қалай дұрыс пайдалану керек? Табиғи тұзды таңдаңыз. Тұздың бірнеше түрі бар. Мысалы, ас тұзы, теңіз тұзы, Гималай тұзы және бұл тұздардың әрқайсысы құрамында әртүрлі минералдар болу. Тұзды аз қолданыңыз. Асқа тұзды көп қосудың орнына көкөністер мен дәмдеуіштерді пайдалануды қарастырыңыз. Бұл тағамның дәмін жақсартуға көмектеседі, бірақ тұзды тұтынуды азайтады. Қаптамадағы тұзды тағамдарды шектеу. Дайын тамақтар мен қаптамадағы өнімдер, әсіресе консервілер мен фастфудтар әдетте көп тұзды болады. Мұндай өнімдерді шектеу ағзаның тұзды көп тұтынуын болдырмауға көмектеседі. Тұз ағза үшін маңызды болып табылады, бірақ оның мөлшерін бақылау өте маңызды. Қалыпты мөлшерде тұз ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет, бірақ оның артық мөлшері денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Тұзды дұрыс пайдалану арқылы денсаулығыңызды сақтап, оның пайдасын толықтай пайдалана аласыз.